Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Балалар, бүгін біз сендермен зертханалық жұмыс жүргіземіз. Біз бүгін Жанатаудың атқылауын жасаймыз. Ол үшін бізге балалар таза су керек, сутек қышқылы, нан содасы және бояғыш керек. Ең алдымен біз суымызды құйып аламыз. Және уксусымызды құямыз. Бұдан кейін кішкене түсін шығарамыз. Енді соңғы Жанатаудың атқылауы ең маңызды бізде ас содасын Рамазан келіп саласың ба? Салып Жанатауымыздың атқылағанын бақылаймыз. Келе ғой маған? Сен мына жерге қасыма кел. Мына жаққа кел. Мына ас содасын ақырындап салсаң, бізді Жанатауымыз атқылайды. Кәне аламын. Алдап салма. Астауын төгіп алма. Деміреп, шашап тоқынаны. Ақырындап. Әнеке, біздің Жанатауымыз атқылайды. Әнеке. Қызық па балалар? Сонымен балалар, біз бүгін зертханалық жұмыста қандай құбылысты жасадық? Жанатауды атқылауын көрдік. Балалар, Жанатаудың атқылауын біз өзіміз қолдан жасау үшін нені қолдандық? Не нәрселерді қолдандық? Кән айтыңдар? Таза су, сірке суы, ас содасы және бояғыш қолдандық. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің зертханалық жұмысымыз аяқталды.